Сәлеметсіздер оқушылар. Математика 4-ші сынып. 107-ші сабақ. Осы сабақта кездесетін барлық тапсырмаларды бірге орындайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы пайыздар. Бірінші тапсырма: диаграммаға қара, сұрақтарға жауап бер. Тұрмысты қалдықтың қанша пайызын өңдеуге жарамды? Бұл экологиялық мәселелерді шешуде қандай маңызға ие? Бұл жерде 40% өңдеуге жарамды. Экологиялық мәселелерді шешуде маңызы өте зор. Екінші тапсырма: сұраққа жауап бер, ойлан. Егер 1% деген санның 1100 үлесі болса, оны қалай табуға болады? 900 килограммның 1%-ін ше. 900 килограммның 1%-ын 900 бөлінген 100 көбейтілген 1 тең 9 килограмм табуға болады. 1800 теңгенің 1%-ын ше. 1800-ді 100-ге бөліп, оны 1-ге көбейтеміз, ол 18 килограммды теңгені береді. Есіңде сақта, бүтіннің 1%-ын табу үшін бүтінге теңге 100 бөлікке бөліп, осындай бір бөлігін алу керек. Мысалы, 500 килограмм 1%, 500 килограммды 100-ге бөліп, 1-ге көбейтеміз, 5 килограмм. Бірден артық пайыздың кез келген мөлшерін табу үшін санның 100-ден 1 бөлігін тауып, қажетті пайыз мөлшерін көбейтеді. Мысалы, 500-дің 3%, 500 бөлінген 100 көбейту 3-тен 15%-ті құрайды. Үшінші тапсырма: есепте. 4500-дің 1%-ын 5 және 15%-ын табу керек. Ол үшін 4500-ді 100-ге бөліп 1-ге көбейтеміз, 45 килограммды құрайды. 5%-ын табу үшін 4500-ді 100-ге бөліп 5-ге көбейтеміз, 225-ге құрайды. Дәл солай 1%-дарын тауып алайық. 29 мыңның 1%-ын табу үшін 29 мың 100-ге бөліп 1-ге көбейтеміз, 290. 360 мыңның 1%-ын табу үшін 100-ге бөліп 1-ге көбейтеміз, 3600-ді береді. Енді 5%-дан есептеп көрейік. 4500-ді 100-ге бөліп 5-ге көбейтеміз, 225-ді береді. 29 мыңды 100-ге бөліп 5-ге көбейтеміз, 1450-ді береді. 36 мыңды 100-ге бөліп 5-ге көбейтеміз, 18 мыңды береді. Бұл 5%. 15%-ын табу үшін дәл солай 4500-ді 100-ге бөліп 15-ге көбейтеміз, 675-ді береді. 29 мыңды 100-ге көбейтіп, оны 15-ге көбейтеміз, ол 4350-ді береді. Және соңғы 360 мыңды 100-ге бөліп 15-ге көбейтеміз, ол 54 мыңды береді. Төртінші тапсырма: есепті шығар. Ай сайын ата-анасы Айнаға 1200 теңге береді. Айна бұл ақшаның 110-ын қыздарға арналған ай сайынғы шығатын журналға, оның үшін мектеп дәмханасына жұмсайды. Ал қалған жаңа телефон алуға жинауышын салып қояды. Айна телефон алуға қанша ақшасын салып қояды? Ай сайын, яғни барлығы 1200 теңге, журналға 10-нан 1-ін сақтап қояды. Дәмханаға 3-тен 1-ін қалдырып қояды, белгісіз. Бірінші 1200-ді 10-ға бөлеміз, 120 теңге, бұл журналға сақтайды төлейтін ақшасы. 1200-ді 3-ге бөлеміз, ол 400 теңге, бұл дәмханаға жұмсайтын ақшасы. 1200-ді азайтамыз, 120 мен 400-ді қосып аламыз, бізде 680 теңге қалады. Яғни айна телефон алу үшін 680 теңге қалдырып қояды екен. Бесінші тапсырма: тапсырманы орында. Бөлшектерінде жаз: 8 см, 4 см, 36 мм, 83 мм, 1 дециметр қандай бөлігін құрайды? 8 см онда 8, 4 см онда 4, 36 мм 100-де 36, 83 мм 100-де 83 болып бөлшек түрінде жазылады. Келесі пайыз түрінде жаз: 15 мм қанша пайыз екен, 45 мм, 75 мм қанша пайыз екен табайық. Яғни 15 мм 15, 100-ден 15 деп жазамыз бөлшектерінде, 45 мм 45% құрайды, 100-ден 45 деп жазамыз, 75 мм 75% құрайды, бөлшектерінде 100-де 75 деп жазылады. 69 метр квадрат, 20 метр квадрат, 50 метр квадрат бір соттың қандай бөлігін құрайды? Олар 69 метр квадрат 100-ден 69%-ды құрайды, 20 метр квадрат 20%, 100-ден 20 деп жазылады, 50 метр квадрат ол 50%, 100-ден 50 деп жазылады. Алтыншы тапсырма: есепте. 58265 қосылған 6.529.576 қосылған 47.654. Оның мәні 6.635.495 құрайды. Келесі 100.585.870 азайтылған 78.908.765. Бұл бізде
21.677.105'ке тең. Келесі 560-ты 201-ге көбейтетін болсақ, 312.560-ға тең. Соңғысы 311.742-ні 502-ге бөлетін болсақ, 621-ге тең болады. 7-ші тапсырма. Супермаркетте бағаның 5% төмендеген жарияланды. Тауарлардың құны неше теңгеге төмендейді? Тауар бағасы сүт, шырын, бір қорап шай және айран 1 литрге берілген. Ескі бағалары 200 теңге, 400, 500, 300 теңге. 5% жеңілдікпен қанша болатын және жаңа бағасы қанша болатын табайық. Ең алдымен сүт 5% жеңілдікпен 10 теңгені құрайды, ал жаңа бағасы 190 теңге. Келесі шырын 5% жеңілдікпен 20 теңгені құрайды, жаңа бағасы 380 болады. Келесі бір қорап шайдың 5% жеңілдікпен бағасы 25 теңге, жаңа бағасы 475 теңге. Келесі айранның 5% жеңілдікпен 15 теңге бағасы, ал жаңа бағасы 285 теңгені құрайды. 8-ші тапсырма. Кестедегі мәліметтермен сызбаны пайдаланып, кездесу қозғалысына және қарама-қарсы қозғалысқа есептер құрастыр. Ол үшін мына жердегі мәліметтерді пайдаланамыз. Жүрдек пойыз 220 км/сағ жылдамдығы, жүйрік пойыздың 140 км/сағ жылдамдығы, жүк пойызы 65 км/сағ, жеңіл автокөлік 85 км/сағ, автобус 65 км/сағ, жүк автокөлігі 58 км/сағ құрайды. Осы мәліметтерге сүйене отырып, біз мына түрдегі тапсырманы құрастыра аламыз. Асына қарап отыратын болсақ, мына жердегі жаңа мәліметтерді толтырып аламыз да, әрі қарай бірінші жылдамдығы 220 км/сағ, екінші жылдамдығы 65 км/сағ. Уақыт, кездесу уақыты 2 сағат, арақашықтық белгісі. Сол үшін біз 220-ны 65-ке қосамыз, 285, 285-ті 2-ге бөлеміз, 570. Келесі сызбаға сәйкес мәліметтерді толықтырып алғаннан кейін шартын құрастырамыз. Бірінші жылдамдық 58 км/сағ, екінші жылдамдық 85 км/сағ, арақашықтық 429, уақыт белгісіз. Қашықтау жылдамдығы үшін жылдамдықтарды қосамыз, 143 км/сағ болады, 429-ды 143-қа бөлеміз, 3 сағат. 3 сағаттан кейін олардың арасы 429 км болды деп жауабын жазамыз. 9-ші тапсырма. Есептің шартын оқы. Есепте артық мәлімет бар ма? Есепті шығар. Қалалардың арақашықтығы 720 км. Олардан таңертеңгі сағат 8-де 2 туристер тобы бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы шығып, бір қалыпты жүріп отырды. Олар 16 күннен кейін бірінші қаладан 320 км қашықтықта кездесті. Әрбір топ күніне қанша километр жүріп отырды? Шартын құрастырып аламыз. Ең алдымен одан кейін шешуін жазамыз. Бірінші 320-ны 16-ға бөліп 20 км күн, бір туристер тобы, бірінші туристер тобы. Екінші 720-дан 320-ны азайтамыз, 400 км болды. Екінші тур тобының арақашықтығы. Үшінші 400-ді 16-ға бөлеміз, 25 км күн. Бұл екінші туристер тобының арақашықтықты болып табылады. Яғни жауабы бірінші топ күніне 20 км, екінші топ күніне 25 км жүріп отырды деген сөз. Бұл жерде қажет емес мәлімет. Таңертеңгі сағат 8-де 2 туристер тобы бір-біріне қарама-қарсы шықты дегенде 8 деген уақыт бізге қажет болмай қалды. 10-ші тапсырма. Телефонда 7, 4 және 9 цифрларынан тұратын кодпен бұғаттаудан шығаруға болады. Код 900-ден үлкен жүк сан екендігі белгілі. Кодты ата. Бұл бізде 974. 974 ол 900-ден артық, яғни үлкен болады. 11-ші тапсырма. Есепте 2000 теңгенің және 3600 километрдің 1%, 3% мен 5%-ын табу керек. Бірінші 2000-ді 100-ге бөліп 1-ге көбейтіп, оның 1%-ын табамыз, 20-ға тең. 2000-ді 100-ге бөліп 3-ге көбейтіп, оның 3%-ын табамыз, ол 60-ға тең. 2000-ді 100-ге бөліп 5-ге көбейтіп, оның 5%-ын табамыз, ол 100 теңгеге тең. Келесі 3600-ді 100-ге бөліп 1-ге көбейтіп, ол 36 болады, бұл 1%-ын құрайды. 3600-ді 100-ге бөліп 3-ге көбейтіп, оның 3%-ын табамыз, ол 108 км құрайды. 3600-ді 100-ге бөліп 5-ге көбейтіп, оның 5%-ын табамыз, ол 180 км құрайды. Егер де кестеге жазатын болсақ, мына түрде жаза аламыз. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.